Барлығын таңғалдырған 6 тамаша өнер табыс. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, сізді де таңғалдыратыны сөзсіз. Білгіңіз келсе, алдымен каналға жазыла кетіңіз. Технобар бастайды. Hoverglide. Сөмкенің ыңғайлылығы көбінесе бекіту сенімділігіне байланысты. Дегенмен дұрыс шалғанған қосымша белдіктердің өзі қозғалыс кезінде өз серпілісін тоқтатпайды. Ерекше құрылысының арқасында Hoverglide сөмкесі осы қозғалыстарды өтуге қабілетті. Бұның құпиясы сөмке мен белдік арасындағы жақтауға байланысты. Hoverglide'ді орналастыру арқылы жүгіргенде немесе жүргенде пайда болатын сілкіністерді жоя аласыз. Нәтижесінде денедегі энергия кетпейді. Жүйе жақсы теңдестірілген және құрам немесе кез келген салмағына қарамастан сөмкенің тербелісін реттейді. Соның арқасында ол бізге жеңіл болып көрінеді. Әзірлеушілердің айтуы бойынша бұл омыртқаға түсетін ауырлықты 80%-ға азайтуға мүмкіндік береді екен. Басқа да сөмкелер сияқты Hoverglide көптеген қалталармен, бекіткіші бар баулармен, сондай-ақ белдіктермен жабдықталған. STAT. Бұл нарықта автоматты уақыт есептегіші бар және батареяны қажет етпейтін жалғыз таңғыш. Оны алғашқы медициналық көмек көрсетуде тәжірибесі жоқ адам болса да пайдалануға болады. Ол 5 секунд ішінде ақ дайын болады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірден созылу уақытын есептей бастайды. Кез келген адамға түсінікті дайын дизайны бар және қосымша дайындықты қажет етпейді. Тарту күшін 2 мм градиациямен созуды реттеуге дәл мүмкіндік береді. Әлсіреу механизмі зардап шегуші операцияға дайын болған соң бірден іске қосылады. Таңғыш жоғары төзімді экологиялық таза материалдан жасалған және тасымалдау кезінде өздігінен босап қалуды болдыртпайтын арнайы механизмі бар. Құрылғы өте жинақы, тіпті жиналған күйде алақанның өзіне сыйып кетеді. Оның салмағы небәрі 33 грамм және ол медициналық техниканың барлық стандарттарына сәйкес келеді. Бензей. Балғамен соқса да қорқынышты емес бәтеңкелер. Өткір зат бәтеңкеңізді тесіп кетті, немесе ауыр зат аяғыңызға құлады делік. Бұл жағдайда Бензей компаниясы өзінің күшейтілген бәтеңкелерін ұсынды. Сыртқы келбеті қарапайым спорттық аяқ киімге ұқсамайды. Сондықтан оларды күн сайын киюге болады және осыдан соң аяқтарыңыздың қауіпсіздігі туралы алаңдамайсыздар. Бензей аяқ киімдері жоғары қысымға шыдай алатын, желдетілген және су өткізбейтін материалдан жасалған. Ішкі жағында саусақтарды, табан мен тобықты қатты күш жүктемелерден қорғайтын болаттан жасалған пластина орнатылған. Бәтеңкенің құрылысы соққы энергиясын жұтады да ауыр жарақаттардан сақтайды. Lex. Осы уақытқа дейін экзоскелеттерді ғылыми фантастикада кездестіретін едік. Ал қазір мұндай құрылғыны кез келгеніміз сатып ала аламыз. Портативті Lex жүйесі бұған айқын дәлел. Бұл шағын ғана экзоскелеттің қорқынышты әсер үлгілеріне қатысы жоқ. Бұл құрылғы екі функцияны орындауға арналған. Пайдаланушыны ыңғайлы орынмен қамтамасыз етуге және сөмкенің салмағын азайтуға. Lex бел мен жамбаста белдіктердің көмегімен бекітілген. Ол беліңізде жай ғана ілініп тұрады және жүруге өз кедергісін келтірмейді. Егер отыру керек болса, тұтқаны жай ғана тартсаңыз жеткілікті. Және Lex сол сәтте екі аяқты отырғышқа айналады. Ninebot Go-Kart. Xiaomi және Ninebot скутерді артқы оси ретінде пайдаланатын жарыс карттарын шығарды. Және осының есебінен барлық карттар қозғалады. Оған гироскутерді Ninebot Mini немесе Ninebot Pro'ны қосуға болады. 3 жылдамдық орналасқан. Жаңадан бастаушыларға, жылдамдықты жақсы көретіндерге және әуесқойларға. Ол 8, 18 немесе 24 км/сағатты құрайды. Сондай-ақ жылдамдығы 3 км/сағат болатындар да бар. Тежегіш педальды 2 рет басу арқылы іске қосылады. Алайда қол тежегіші де бар. Дегенмен жүргізушінің салмағы 100 кг-нан аспау керек. Бұл құрылғы 130 см-ден 190 см-ге дейінгі адамдар бойына сәйкес келеді. Мобильдік қондырғысында нақты жылдамдығы, қашықтығы және тағы басқа ақпараттар беріледі. Kangoo Jumping Shoes.
Kangoo Jam секіргіш бәтеңкелері 1994 жылы канадалық ортопед Грегори Лектоманның туындысымен жасалған. Бұл тізе, арқаның буындары және сирақтың операциядан кейінгі жағдайын жақсарту үшін қолданылады. Ол секіргіш қасиетінің арқасында арқа мен буындарды 80%-ға қорғайды және басқа да маңызды нәтижелер береді. Онымен жүгіру жаттығулары кезінде қарапайым аяқ киімге қарағанда 30%-ға калорияңызды азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар құрылғының жартылай дөңгелек пішініне байланысты олар дененің дұрыс емес орналасуына мүмкіндік бермейді. Тепе-теңдікті сақтау үшін автоматты түрде жұмыс жасайды. Бұл құрылғы фитнес түрлеріне қарағанда өте қолайлы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Алдағы қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып ал. Бүгінге осы. Көріскенше.